бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Жаңа сабағымыздың тақырыбы балалар ондықтарды қосу және азайту. Бүгінгі жаңа сабағымызды бастамас бұрын кәне балалар барлығымыз амандасып алайық. Амансың ба, достарым, сендерді көріп қуанам. Балалар, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы ондықтарды қосу және азайту. Кәне біз ондықтарды атап өтейікші балалар. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Бұл ондықтарымыздың барлығы қанша таңбалы санға жатады балалар? 2 таңбалы санға жатады. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Ал енді барлығымыз оқулықты ашамыз. Оқулықты ашып, оқулықтағы бірінші тапсырмаға назар аударайықшы балалар. Бастамас бұрын біз өткен сабағымызға шолу жасаймыз. Сендерге өткен сабақ бойынша пысықтау тапсырмаларын береміз. Олай болса барлығымыз тақтаға қараймыз. Пысықтау үшін мен сендерге арнайы тапсырма тәсіл, барабан тәсілі арқылы тапсырмалар дайындадым. Олай болса сол тапсырманы орындаймыз. Жарай ма? Сіздер қай тапсырмаға тоқталады, сол тапсырманың шешімін тауып отырулары керек. Жарай ма? Ерәді бас. Елу мен 10-ның қосындысы 60-қа тең, өте жақсы. Ерәді. Ай қарайын, ай болса келе қой ай бол. Мән тағуымыз керек. 40 пен 20-ның қосындысы қаншаға тең? 60-ға тең, өте жақсы, жарайсың. Яғни бағаланып отырамыз, өте жақсы деген карточкамен бағаланады. Ал енді екінші Адина келе қой. Ал бастайды, баса ғой. 100 бен 40-ның айырмасы 60-қа тең, өте жақсы, жарайсың. Анаңа жемістерді санауға көмектес. Олай болса, әрқайсымыз анамызға жеміске санауға көмектесейік балалар. Ал енді бірінші суретке қарап отырсаңдар балалар, мандариніміз неше ондық? Неше ондық? 2 ондық. Ал енді қара өрігіміз неше ондық? 1 ондық. Ал енді 2 ондыққа 1 ондықты қоссақ неше ондық? 3 ондық болады. Олай болса 3 ондық дегеніміз қандай сан? Айта қойып, Ақнұр? 30 деген санды білдіреді, өте жақсы. Ал енді екінші суретке қараймыз балалар. Екінші суретте біздің қара өрігіміз неше ондық? 3 ондық, балалар, ал енді қараймыз. Ал одан кейін киви жемісін алайық, балалар, киви деп алайық мына суреттегіні. Ол неше ондық? 1 ондық. Ал енді барлығы неше ондық болыпты? Қане санаймыз? 1, 2, 3, 4. Неше ондық екен? 4 ондық. Ал енді 4 ондықтан бізге айтады сен 30. Ал 30-ның құрамында неше ондық бар? 3 ондық бар. Екінші тапсырмаға қараймыз. Біз анамызға үрме бұршақты санауға көмектесуіміз керек. Оларды 10-10-нан топтастыруымыз керек. Ал енді олай болса, кім топтастырады? Кім жауап береді? 10-10-нан топтастырайықшы. Ақнәзір айта қой. Санаймыз, мен көрсетейін, сен айтып отыр. 1 ондық, 2 ондық, 3 ондық, 4 ондық, 5 ондық, 6 ондық. Ал енді олай болса, біздің үрме бұршағымыз неше екен балалар? Үрме бұршағымыз неше екен? Айта ғой, ұлжалғыз, неше үрме бұршақ бар екен? 6. Ал енді 6 ондықты біз сан түрінде ататын болса, қалай айтасың? 6 ондығымызды не деп атаймыз? 60 деп атаймыз. Олай болса, біздің үрме бұршағымыз неше екен балалар? 60 екен, өте жақсы. Алтыға жазамыз, қарашаның 28-і. Жаз. Сәтін жасаймыз, яғни ұлттық құндылығымызды дәріптеу мақсатында ою-өрнек сергіту сәтін жасайтын боламыз. Қане балалар, бастаймыз.
бізде математика бойынша есепті дұрыс шығар деген тапсырма беріліп тұр. Олай болса, барлығымыз қараймыз, ұяшықтарға тапсырманы біз шешімін тура табуымыз керек. Ал қайсы ұяшықты ашасың? 5 ондыққа 2 ондықты қосамыз дейді. 5 ондықтан 2 ондықты алғанда қанша болады? Қанша? Балалар, аламыз. Қосу амал емес, азайту амал. Өте жақсы. Отыра ғой. Тез-тез. Қайсы ұяшықпен ашайық? 3-қа ал атты ашамыз. 2 ондық қосу 3 ондық дейді. 100 болады дейді. Дұрыс па, дұрыс емес па? 2 ондық дұрыс емес. Өте жақсы. Отыра ғой. Ал Алина кез келген ұяшықты ашамыз. 8 ондықтан дейді, 3 ондықты алып таста дейді. 8 ондық 80-нен 30 алсақ қанша қалады? 8 ондықтан 3 ондықты алсақ 5 қалады. Өте жақсы, е? Ал 5 ондық қалады. Ал 5 ондық деп тұрғанымыз қанша? Ондыққа атасақ, ондыққа айналдырсақ? 50. Өте жақсы, жарайсың. Отыра. 5 ондыққа 1 ондықты қостық 60 дейді. Дұрыс па? Дұрыс, е? 5 ондық деп тұрғанымыз қанша? 50. 1 ондық деп тұрғанымыз? 10. Өте жақсы. Отыра ғой. Алина келе ғой. Ондыққа 1 ондықты қосамыз қанша болады? 100 дейді. Дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс. 9 ондық дегеніміз қанша? 90. 1 ондық дегеніміз? 10. Өте жақсы. Ал қайсы ұяшықты ашасың? 5 ондыққа 2 ондықты қосамыз дейді. 5 ондықтан 2 ондықты алғанда қанша болады? Қанша? Балалар, аламыз. Қосу амал емес, азайту амал. Өте жақсы. Отыра ғой. Тез бас. 6 ондыққа 2 ондықты қосқанда 80 шығады дейді. Дұрыс па, Айбеке? Дұрыс, е? Отыра ғой. Келе ғой, Асемай. Кез келген ұяшық ашыңыз. Ал 4 ондыққа 3 ондықты қосқан кезде 70 шығады дейді. Дұрыс па? Дұрыс, е? Ал енді 4 ондыққа 3 ондық деп 4 ондық дегеніміз қанша? Асемай. Ал 4 ондық дегеніміз қанша? 40. Ал 3 ондық дегеніміз қанша? 30, е? Олай болса 30-ға 40-ты қосқан кезде қанша шығады екен? 70 шығады екен. Өте. Есесінде соны дұрыс басуларың керек. 100-ге тең. Мен айтқан кезде сендер соның мәніне сәйкес келетін санның үстін стаканмен басып отырасыңдар. Түсініңдер ме, балалар? Ал іске сәт бастаймыз, балалар. 40 пен 20-ның қосындысы. 40 пен 20-ның қосындысы. Жылдан басамыз. Қарақтан қараймыз. 40 пен 20-ның қосындысы. 60. Қанша екен? 60 екен. Тыңдаймыз. 60 пен 40-ның қосындысы. 60 пен 40-ның қосындысы қаншаға тең? 60 пен 40. 60 пен 40. Бір-бірден Асемай. Екеу емес, біреу. Яғни 100-ден 20-ны азайтса қанша болады? 80. Өте жақсы, жарайсың. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды пысықтау мақсатында мен сендерге арнайы тапсырма дайындап қойдым. Яғни ондықтарды қосу амалын бірінші бағанға, ондықтарды азайту амалын екінші бағанға әкелуіміз керек. Бірақ міндетті түрде ондық қосу амалын орындаған кезде оның мәнін тауып отыруымыз керек. Ал енді 60 пен 30-ның қосындысы қаншаға тең дедік, балалар? 90-ға тең. Өте жақсы. Шығын алып кеп қоямыз. Ары қарай кеттік. 40 пен 30-ның қосындысы. Ақназыр, 40 пен 30-ның қосындысы. 70. Қай амалға тұрым?
жерге. Qanday amal ko'rsatadi? Qo'shuv amalini mi, azaytuvmi? Azaytuv, durust aytadi, yeradi. Qarasangda shig'illar tanbasidan.